Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге етсіз дайындалатын котлеттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Гречкадан жасалады, керемет болып шығады. Тура фарштан жасалған котлеттердей болып дайындалады. Қасына кез келген гарнирді қосып дайындай берсеңіздер болады. Мен езілген картоппен осылай гречкадан дайындалған котлетті жасап ұсындым. Керемет болып шықты. Үйдегілердің барлығына ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай үлкен көлемді 2 картоп қажет болады. Жақсылап жуып, тазалап, осылай кішкене бөлшектерге бөліп, үстінен суымызды құйып, газге қоямыз. Шамамен 20-25 минуттай қайнатамыз. Гречкамызды да қайнатып алуымыз қажет. Мен 2 пиалай, шай ішетін пиалаймен 2 пиалай гречка салып алдым. Жақсылап жуып, тазалап алып, үстінен суымызды құйып, 2 пиалай гречкаға мен 2,5 пиалайдай су құйып алдым. Сөйтіп отымыздың астын жай қойып, газге қойып, шамамен осы су толық тартылғанша, гречканың су толық тартылуы керек. Газдың астын өте бәсеңдетіп қоясыздар. Енді осы аралықта ол қайнап дайын болғанша 1 пиязбен 2 сарымсақты блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Блендермен езсеңіздер біркелкі болып, әдемі болып шығатын болады. Егерде ол болмаған жағдайда пияз бен сарымсақты өте майдалап турағандарыңыз дұрыс. Енді барлығын котлеттерімізді жинақтаймыз. Гречканы, қайнаған картопты, суының бәрін төгіп тастайсыздар, толық құрғатып, және жаңағыдегі тартылған пияз бен сарымсақты салып, барлығын блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай қоймалжың ботқа сияқты болып шығады. Міндетті түрде блендердің көмегімен езгендеріңіз дұрыс, сонда арасындағы гречкелер түйіршік болып жүрмейді. Ал егерде блендер болмаған жағдайда немен ессем болады дейтін адамдарға вилканың көмегімен немесе қолыңызбен де қатты жақсылап ессеңіздер де болады. Енді татымына қарай тұз, қара бұрыш және де 1 жұмыртқаны қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қалауларыңызға қарай сәбіз қоссаңыздар болады, бірақ дәл осы құраммен керемет арасы бірігіп, яғни майға салған кезде арасы ажырап кетпейтін болады. Және де енді котлеттерімізді дайындаймыз. Котлетті дайындайтын кезде қолдарыңызды міндетті түрде майлап отырып, котлеттің формасын шығарсаңыздар, котлеттер қолға жабыспай, біркелкі формасы әдемі болып шығатын болады. Біреулер сулап, немесе қолын ұнға батырып істеп жатады. Бірақ дәл осылай маймен істесеңіздер, котлеттің жаңағыдей фарштары ешқандай да қолыңызға жабыспай, біркелкі болып, әдемі болып шығатын болады. Барлықтарыңыз осы құраммен жасап көріңіздер. Видеом пайдаңызға жарап жатса, парақшама тіркеліп көріңіздер. Және гречканың қалыңдығын осындай видеода көріп тұрғандай етіп істесеңіздер, әдемі болып шығады. Енді бұның арасындағы барлық нәрсе пісіп, қайнап дайын болғаннан кейін өте тез дайындалады. Қатты қалың да емес, жұқа да емес етіп істесеңіздер, формасы әдемі болып шығады. Енді осылай барлық шетін ұнға тигізіп, ұнын қолымызбен қағып тастаймыз. Бұл нағыз гречканы жей алмайтын адамдарға керемет лайфхак деп айтсақ та болады. Дәл осылай котлет түрінде дайындап көрсеңіздер, гречканың дәмі аса қатты білінбейді. Бұл котлеттерді морозильникте сақтап, қатырып, кез келген уақытта шығарып жіберуге болмайды. Свежий күйінде дайындап істеу керек. Себебі арасында картоп болғандықтан, картоп морозильникке салған кезде үсіп қалады. Сондықтан да бұл морозильникке сақталмайды. Және де майымызды қатты толтырмай, табамызға кішкене етіп құйып отырып пісіріп аламыз. Барлығын салып 2 бетін 4 минуттан 5 минуттан қуырып аласыздар. Шамамен 10 минуттай осы котлеттерді қуырып аламыз. 2 бетін тез дайын болады, себебі арасындағы барлық заттары пісіп дайын болғандықтан котлетіміз тез дайындалады. Менде дәл осы құрамнан 15 котлет дайындалып шықты. Және де қағаз сүлгіге қойып, майын толық тартылғанша күтесіздер. Одан кейін барып ұсына берсеңіздер болады. Қасына кез келген гарнирмен ұсына берсеңіздер болады. Көбінде ер адамдар еті бар тамақты жақсы көреді ғой. Сол кезде үйіңізде ет таусылып қалған уақытта дәл осылай гречкадан котлет дайындап, кез келген гарнирді қасына күрішпен немесе басқа да заттармен алмастырып дайындай берсеңіздер болады. Қасына мен осылай езілген картопты және қиярды әсемдік ретінде турап қойдым. Керемет болып шықты. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Арасы да толық піскен және дәмі де ерекше болып шығады. Парақшам пайдалы, тіркеліп алыңыздар және қоңырауша белгісін де басып қойыңыздар. Жаңа видео рецептерім шығатын болса, алғашқылардан болып көретін боласыздар. Көбі парақшамда тіркелмей көріп жатады, сондықтан да тіркеліп алыңыздар. Жаңа дүниелермен бөлісіп отыратын боламын.